Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео сабағымыз ондық бөлшекті 10, 100, 1000 және 0,1, 0,1, 0,1 сандарына көбейту және бөлу. Енді ондық бөлшекті 10, 100, 1000 сандарына көбейту қалай орындалатынын көре кетейік. Ондық бөлшекті натурал санға көбейту ережесін пайдаланып, мына түрде теңдікті мына түрде жазайық дейді. Яғни көбейткен кезде білесіздер, анда өтірге назар аудармаймыз. 2,136-ны 10-ға көбейткен кезде ол өтірге назар аудармасақ 2136, 10-ға көбейтсек 21360. Енді өтірден кейін бізде 3 сан болса, оны 3 санға жылжытсақ, сонда 21,136. Енді бұдан қорытындысын болсаңыздар, қараңыздар, мұнда 10-да 1 0 бар. Мұнда өтір қарасаңыздар 2-ден кейін тұрған еді, мұнда 1-ден 10-ға қарай 1 санға секірді. Мұнда 2,136-ны 100-ге көбейткен кезде 100-де қанша 0 бар? 2 0 бар. Және мұнда да өтіріміз 2 санға секіріп, мұнда 3-ден кейінге тұрды. 3 цифрдан 2 цифрға секірді де 213,16 болды. Өтіріміз мұна жерге келді. Мұнда да 3 0 бар. Өтір, мына жақта да 3 цифрға секіріп 2136-ға айналды. Енді қараңыз, мұнда да 0,1079 көбейтілген 10. Бұнда 0,179 болды. Өтір 1 цифрға секірді. 100-де қараңыз, 100-де 2 0 бар. Мұнда 2 цифрға секіріп 7,9 болып кетті. Өтір мұнда секірді. Мұнда 1000-да 3 0 бар. 3 цифрға секіріп, өтір мұнда келіп 79-ға айналды. Яғни, бұл мысалдан қорытындылайтын болсақ, ондық бөлшекті 10, 100, 1000 сандарына көбейту үшін көбейткіште неше 0 болса, ондық бөлшекті көтірді, сонша цифрға 10-ға қарай жылжыту керек. Егер өтірмен ажыратылуға тиісті цифрлар саны аз болса, ондық бөлшекке қажетінше 0-дерді тіркеп жазу керек. Мынау сияқты, 3,14 1000-ға көбейткен кезде өтірден кейінгі цифрлар бізде біреу ақ. Онда біз мына жерде алмында 3 0 бар. Онда біз 2 цифр, яғни 2 0-ды қосымша тіркеп жазып 3400 деп жаздық. Келесі ондық бөлшекті 0,1, 0,100-ден 1, 0,1000-дан 1 сандарына көбейту дейді. Осы сандарға көбейту. Енді бұдан қарайық, не өзгешелік бар? 832,5 көбейтілген 0,1. Қарайық, жауабы, яғни 83,125. Мұнда 832,5 0,100-ден 1-ге көбейткенде, өтір мұна жақта 2-ден кейін тұрды, ол 8-ге секіріп кетті. 8-ден кейінге секірді. Яғни 3 пен 2-ні секірді, яғни 2 цифр секірді, ал мұнда 2 0 бар. 832,5 0,1000-дан 1-ге көбейткенде қараңыздар, мұнда 3 цифрға секіріп кетті. Сонда ондық бөлшекті 0,1, 0,100-ден 1, 0,1000-дан 1 сандарына көбейту үшін көбейткіштің жазылуында неше 0 болса, ондық бөлшекті көтірді, солға қарай сонша цифрға жылжыту керек. Енді тиісті цифрлар саны аз болса, оның сол жағына қажетті 0-дерді тіркеп жазу керек дейді. Енді ондық бөлшекті 10, 100, 1000 сандарына бөлуге кеттік. Көбейтуді көрдік. Енді бөлуде не болады екен? Бөлуді қараңыздар. Бөлуде қарасаңыздар, ондық бөлшекті 10, 100, 1000 сандарына бөлу үшін бөлгіштің жазылуында неше 0 болса, ондық бөлшектегі өтірді сонша цифрға солға қарай жылжыту керек. Мыналарға бөлген кезде естиміз, цифрды жылжытады екенбіз. Мысалы қараңыз, мұнда 196,5 бөлінген 10 тең 19,165. Өтіріміз 1 цифрға секірді. Келесі, мысалы мұнда қараңыздар, 2,134-ті 10-ға бөлген кезде өтірді солға қарай секірді. 10-да неше 0 бар? 1 0 бар. 1 0 солға секірді. Бұл бөлудегі ереже. Төртінші жағдай, ондық бөлшекті сандарға бөлу. Яғни 0,1, 0,100-ден 1, 0,1000-дан 1 сияқты сандарға бөлу барысында қалай? Яғни 7,951-ден 0,1-ге бөлетін болсақ,
мындан көбейткіште бөлгіште неше нөл бар? Яғни бөлгіштің жазылуында 1 0 бар. Онда 1 цифр мына жаққа секірген, яғни 10-ға қарай жылжытқан өтірді. Мындай 0,1-де 2 0 бар. Қарасаңыздар, өтір 5-тен кейін, яғни 2 цифр секірген. Сонда 10-дық бөлшекті 0,10-нан 1, 0,100-ден 1, 0,1000-нан 1 сандарына бөлу үшін, бөлгіштің жазылуында неше 0 болса, 10-дық бөлшекті өтірді, сонша цифрға 10-ға қарай жылжыту керек дейді. Енді ары қарай тақырыпта сіздерге қысқаша оқып негізгі жерлеріне тоқталып кеттім. Енді ары қарай есептер шығару барысында көре жатармыз. Кеттік. Нөмір 36 есеп, көбейтуді орындаңдар дейді. Кеттік, ендеше есептейік. Бірінші есеп 0,113 көбейтілген 10. Енді 10-ға көбейтуді орындау барысында білесіздер, 10-ға, 100-ге, 1000-ға сияқты сандарға көбейту барысында, мұнда 10-да неше 0 бар? 1 0 бар. Онда өтірді 10-ға қарай 1 цифр секіртеміз. Онда 1,13 болады. Екіншісі 2,115 көбейтілген 100. Енді кейбір оқушыларға бірден анықтама бойынша жасап, ережені жаттау қиынға соғатын балалар бар. Ол балалар, яғни мынау кішкене біздің өтілген тақырып, 10-дық бөлшекті натурал санға көбейту былайынша. Бұл өтірге назар аудармай, яғни 215-ті 100-ге көбейткендей көбейту. Қысқаша көрсете кетейік. Онда бізде 21500 деген сан шығады. Бізде өтірден кейін мұнда 2 цифр бар еді. Онда 2 цифр жылжимыз. Сонда біздің өтіріміз мұнда кеп түседі, 215. Ал біз бүгінгі өткен тақырып бойынша мұнда 100-де 2 0 болса, мына өтірді 2 цифрға жылжыта саламыз. Мұнда 215 шығады. Мұнда да 215 шығып тұр. Мұнда да 215. Кеттік. 0,1000-нан 926 көбейтілген 1000. 1000-да 3 цифр бар. 3 0 бар. Онда мұна 3 цифрға 10-ға қарай жылжиды. Өтіріміз мұнда кеп түсті, яғни 926 бүтін деген жауап шығады. Так, екінші есепті осы бірінші есепке қарап шығарасыздар. Екінші есеп тура бірінші есеп сияқты шығару жолы. Енді мен үшінші есептерді шығаруын көрсетейік. 13,2 көбейтілген 0,1. Енді бұны айырмашылық қалай жаттаймыз? Енді көбейтуде осындай сандарға көбейту барысында мұнан тұрған 0 бірдің оң жағында ма, сол жағында ма? Соған назар аударайық. 0 бірдің сол жағында. Онда өтір сол жаққа жылжиды деп ойлайық. Мұнда қараңыздар, 100 1000 дегенде 0-дер бірдің оң жағында. Яғни өтір оң жағына қарай жылжыды. 0-дер бірдің қай жағына орналасқандығына байланысты өтірді сол жаққа қысқаша жылжытуды айта кетейін. Онда 0 бірдің сол жағында 1 0 бар. Ол сол жағында болса, біздің көбейтіндегі өтірде сол жаққа 1 цифр жылжыса 1,132 болады. 24,5 көбейтілген 0,100-ден 1. Біздің 0-дер бірдің сол жағында орналасқан, және 2 0 бар. Онда өтірімізде сол жаққа 2 цифр жылжиды. Егер жоқ болса 0-дермен толықтырамыз. 0,1000-нан 245. 391,16 көбейтілген 0,1000-нан 1. 3 0 бар, және 0-дер бірдің сол жағында орналасқан, өтіріміз солға қарай жылжиды. Сонда 0,1000-нан 3916. Жалпы осы келесі есепке кеттік. Натурал сан түрінде жазыңдар дейік.
Яғни бірінші есептерде қарайық, 2,3 мың. 2,3 мың, яғни 2 мың. Бұны 2,3 мыңды не істейміз? Мыңға көбейтеміз, яғни мың натурал сандарында жазу үшін. Мында мыңда неше 3 нөл бар, және олар бірдің оң жағында орналасқан. Ендеше мына өтірде оңға қарай жылжиды. 3 цифрға жылжыса, я, так, өтір жоқ, 3, 1 0, енді 2, сонда 2300. Екінші есебі 1,2 миллионда 1 миллионға көбейтеміз, е? Сонда миллионда 1 0, мына 12 кетеді, қалған 0 тіркеліп жазылады. Сонда 1,2 мың. Яғни 1,2 мың теңге емес, натурал сандарында жазғанда осылай. Келесі 0,9-ды миллионға көбейтеміз. 0,9 миллионға көбейтейік. Тең болады қанша? 6 0 бар, 6 санға жылжытсақ, ендеше 900 мың. Келесі үшінші есеп 0,349 миллиардта, онда миллиардқа көбейтеміз, миллиард көбейтілген. Так, 1 миллиардта неше нөл бар? Бізде 9 нөл бар, сонда 349 миллион болады екен, 349 миллион. Келесі есепке кеттік. Бөлуді орындаңдар дейді. Бөлуді орындаңдар. Так, әр қайсынан бір-біреуін көрсетейік. Бірінші есеп 2,19-ды бөлейік 0,1-ге. Енді біз жаңа көбейтуді естеріңізде болса, нольдар бірдің қай жағында орналасқандығына назар аудардық. Көбейту кезінде 0 бірдің сол жағында болса, өтір сол жаққа жылжиды дедік. Ал бізде қалай енді керісінше бұл бөлу, ендеше бөлу көбейтуге керісінше амал. Онда мына біздің мынауда керісінше болады, керісінше ереже орындалады. 0 бірдің сол жағында, осыдан жатыстырмайық. 0 сол жағында болса, өтір керісінше қайда жылжиды? Оңға қарай жылжиды. 0 бөлу кезінде, 0 бірдің сол жағында болса, оңға қарай бір цифр жылжиды. Яғни 1 0, мұнда оңға қарай жылжиды. Сонда 21,9. Екінші есеп 64 бөлінген 0,1. Яғни бағанағы қайталап айтайын, 0 бірдің сол жағында, және бұл бөлу амалы кезін барысында бөлуде 0 егер бірдің сол жағында болса, керісінше өтір оңға қарай бір цифр жылжиды. Сонда бұл 640 болып береді. Келесі екінші есептерді қарастырайық. Так, 0,62 бөлінген 0,100 дейді. Нөлдер бөлу, және нөлдер бірдің сол жағында орналасқан 2 0 бар. Ендеше мұнда 2 түр жылжиды, бірақ қалай жылжиды? Бөлуде айттық, керісінше дедік. Бірде нөлдер сол жағында болса, оңға жылжиды. Нөлдер бірдің оң жағында болса, керісінше өтір солға қарай жылжиды. Ендеше бізде 2 0 бар, ендеше 2 цифрға жылжиды. Сонда біздің бөлімдінің мәні 62-ге тең. 1,398 бөлінген 0,1. Нөлдер бірдің сол жағында, және 3 0 бар. Ендеше мынауда
цифрға 10-ға қарай жылжиды. Сонда біздің бөліндінің мәні 1398. Үшінші есеп 310 бүтін 42 бөлінген 100. Так, 2-0 бар, және 1-дің оң жағында орналасқан, ендеше өтір керісінше былай солға қарай жылжиды. Сонда біздің өтіріміз 2 өтір жылжыса 3 бүтін 10 мыңнан 1042. 412 бүтін 10-9 бөлінген 1000. Нөлдер біздің 1-дің оң жағында орналасқан, ал солға қарай жылжиды, және 3 цифрға жылжиды. Өйткені 3 нөл бар. Сонда 0 бүтін 10 мыңнан 4129. Келесі есепке кеттік. Келесі мына берілген бөлшектерді 100 есе 1000 есе арттырыңдар дейді. Кеттік. Бірінші есеп бірінші 100 есе арттырған есептерін шығарайық. 100 есе арттыр дегеніміз 100-ге көбейт. 100-ге екеуін көбейтіп көрейік. 14 бүтін 10 мыңнан 316-ны 100-ге көбейтейік. Енді көбейтуде 1-дің оң жағында қанша нөл болса, сонша цифр 10-ға қарай жылжытамыз. Көбейтуде барлық оңынан орындалады. Яғни оң жағында болса, оң жағына жылжиды. Өтір, яғни 100-де 2-0 бар, ендеше өтіріміз мында жылжиды. Сонда бізде 1403 бүтін 100-ден 16 деп 2 цифр жылжыттық. 1000 есе арттыратын болсақ, осыны 1000 есеге арттыратын болсақ, дәл осы есеп 14 бүтін 10 мыңнан 316-ны көбейтейік 1000-ға. Мыңда бізде 3-0 бар, және ол 1-дің оң жағында, ендеше өтірде де оң жақта жылжытамыз көбейту кезінде. Сонда бізде 14031 бүтін 10-нан 6 деген бөлшек шығады. Екінші есеп дәл осыған 10 есе кішірейту. Яғни бұда 10 есе 100 есе кішірейту. Яғни бұл бөлу деген сөз. 316 бүтін 10-нан 7-ні 10-ға бөлейік. 10-ға бөлейік. Яғни бөлуде көбейтуге керісінше 0 егер 1-дің оң жағында болса, өтір сол жаққа жылжиды. 1-0 бар, сол жаққа 1 цифрға секіреді. Сонда 31 бүтін 167. Енді осыны 100 есеге емет көрейік. Дәл осы бөлшек 316 бүтін 10-нан 7 бөлінген 100. 100-ге бөлу барысында бізде 100-де қанша 0 бар? 2-0 бар. Бізде 1-0-дар 100-дің 0-дар 1-дің оң жағында орналасқан, ендеше мында сол жаққа жылжиды керісінше. Бөлуде көбейтуге керісінше. Өтір жылжытуы керісінше орындалады, бөлуде. Бізде 2-0 бар болса, өтір 2 цифрға жылжыса, бізде 3 бүтін 1000-нан 167 болады. Жалпы осы қалғанын сіздерге қалдырайын. Шамаларды өрнектеңдер дейді. Бірінші есеп метрмен, килограммен, километрмен дейді. Ендеше кеттік. Бірінші есепте метрмен дейді. Бізде берілген өрнектер сантиметр, дециметр, сантиметр, дециметр. 1 сантиметрді, 1 дециметрді көрсетейін, қалғаны сіздерге қалсын. Бастапқы екеуін көрсетейін. Қалған сантиметр, дециметрді өздеріңіз табасыздар. Метрмен өрнектеу керек. Бізде 1 сантиметрде қанша? 1 метрде 100 сантиметр бар. Біз сантиметрді керісінше метрге айналдыру үшін не істейміз? 100-ге бөлеміз. Сонда біздің 365 сантиметрді не істейміз? 100-ге бөліп метрге айналдырамыз. Сонда қанша шығады? 100-ге бөлу барысында
Біздің нөлдер цифрдың оң жағында, ендеше бұл керісінше солға қарай жылжиды. Сонда бізде 3,65 метр. Екінші 72 дециметр дейді. Бірінші есептің екінші өрнегі, яғни бізде 1 метрде 10 дециметр бар. Естеріңізде болса, ендеше 72 дециметрде неше метр бар, я? Онда біз 72-ні не істейміз? 72-ні 100-ге бөлеміз. Сонда ол неге айналады? 100-ге емес, кешіріңіздер, 10-ға бөлеміз. Өйткені 1 метрде 10 дециметр бар. Сонда бөлеміз, қанша болады? 10-да бізде 1 0 бар, 1 цифр жылжиды. 0 1-дің оң жағында, бөлу барысында бізде сол жаққа жылжиды. Сонда 7,2 метр бар. Екінші есеп килограммен жазыңдар дейді, килограммен. 1230 граммды айналдырып көрейік килограмға, және 96 граммды айналдырып көрейік. Ендеше тәкс, бізде есептің барлығы граммен тұр. Ендеше бізде 1 килограмда қанша грамм бар? 1000 грамм бар. 1 килограмда 1000 грамм болса, біз граммды қараңызшы, 1000 граммды килограмға айналдыру үшін не істейміз? 1000-нан 1 шығу үшін 1000-ды 1000-ға бөлеміз. Яғни граммен берілген өрнекті 1000-ға бөлсек, ол килограмға айналады. Сонда 1230 граммды килограмға айналдыратын болсақ, 1230-ды не істеймін? 1000-ға бөлемін. Сонда ол килограмм болады. 1230-ды 1000-ға бөлетін болсақ, бізде нөлдер 1-дің оң жағында бөлу барысында ол бөлінді, керісінше солға жылжиды. 3 цифрға, 3 0 болса 3 цифрға жылжиды. Сонда 1,1000-нан 230 деп алып келетін болсақ, есеп дұрыс жасалдыңыз, бірақ соңындағы 0-ды қысқартамыз. 1,123 килограмм. Келесі 96 грамм. 96-нан не істеймін? 1000-ға бөлем. Килограммға айналдыру үшін 1000-ға бөлетін болсақ, бізде 3 цифр, 3 0 бар. Оң жағында орналасқан, ол бізде сол жаққа жылжиды. Сонда сол жақта бізде екеу жылжитын болса, мұнда тағы бір 0 керек. Сонда бізде 0,1000-нан 96 килограмм. Келесі үшінші есеп 4000 метр, километрге айналдыру керек. 1 километрде бізде неше 1000 метр бар. Ендеше біз 1000-ға бөлеміз, 4500 метрді километрге айналдыру үшін 4500-ді не істейміз? 1000-ға бөлеміз. Онда бізде 1000-да 3 0 бар, және оң жағында олына сол жаққа жылжиды. Сонда бізде 4,5 километр. 0-дер қысқарып кетеді, өтірден кейін болса. Келесі 155 метрді қарастырайық. 155 метрде неше километр бар екен? Ол үшін 155-ті не істейміз? 1000-ға бөлеміз. 1000-ға бөлетін болсақ, 3 0 бар, 3 цифр 10-ға жылжытсақ, 0,1000-нан 155 километр. Қалған есептер сіздерге. Келесі есепке кеттік. Енді қарайық. Ондық бөлшектегі түрдің орны қалай өзгеретінін түсіндіріңдер дейді. Бірінші ретте 100 есе арттырып, сонан соң 1000 есе кемітсе. Бірінші ретте 100 есе арттырсақ, ол 100 есе арттыру деген не? 100 есе көбейту. Мысалы, x 100-ге көбейту. Одан 1000 есе кемітсе деген 1000-ға бөлу, Мына шыққанда көбейтіндіні 1000-ға бөлу. Сонда 1000-ға бөлейік. Сонда бізде қысқаратындарын 1000 мен 100 қысқарады. Онда 1, мұнда не қалады? Яғни жалпы 10 қалады, Сонда бізде x бөлінген 10. Яғни x-ті біз не істейміз? X-міз берілген ондық бөлшек болса, 10-ға бөлу.
Бұнда не? Өтір бір цифрға ғана жылжиды. Бір цифрға жылжиды. Өтір қалай жылжитынын түсіндіріңдер дейді. 10-ға бөлу деген, яғни бұл 10-ға бөлу барысында 0, бірдің оң жағында ол бөлген кезде не істейді? Солға қарай жылжиды керісінше, яғни өтірді. Мына берілген ондық бөлшектегі өтір бір цифр солға қарай жылжиды. Екінші есеп. Бірінші ретте 100 есеге, сонан соң 10.000 есе арттырса дейді. Бұл қалай орындалады? 1000 есе арттырып, яғни x-ті 1000-ға көбейтіп, сонан 1000 есе кеметіп екен, кешіріңіздер. Екінші есеп, 1000 есе кеметіп, екінші есеп. Бірінші ретте 100 есе кеметеді, 100-ге бөлу. Содан соң 10.000 есе арттырса, яғни 10.000-ға көбейтсе. Яғни 100 есе кеметіп, 10.000 есе арттырғанда өтір қалай жылжитынын айтайық дейді. Мұнда 0-дарын қысқартамыз, сонда бізге x-ті 100-ге көбейту қалды. Яғни біз 100-ге көбейткенде өтір 10-ға қарай жылжиды керісінше. Онда бізде x көбейтілген 100, яғни 100-де білесіздер, көбейткен кезде 2 0 бар болса, 10-ға қарай 2 өтір жылжиды. Үшінші есепте бірінші ретте 1000 есе арттырып, бірінші ретте 1000 есе арттырып, сонан соң 10 есе кемітсе, яғни 10-ға бөлсе, 10 мен қысқарады, сонда x көбейтілген 100 ғана қалады. Бұл x 10-дық бөлшекті 100-ге көбейту деген 0, 2 0 бар, яғни 10-ға қарай 2 түр жылжыту деген сөз. 2 цифрға жылжыту өтірді. Жалпы осы келесі есепке кеттік. Келесі есеп амалдарды орындаңдар дейді. Бірінші есептің мына екеуін көрсетейін. Үшінші есеп сізге болсын. 315 көбейтілген 0,1000-нан 1 дейді. Көбейтуде 3 0 бар бізде. 3 өтір жылжиды, бірақ қай жаққа? Бірдің сол жағында тұрса, көбейту барысында сол жағына қарай жылжиды. Ендеше өтірдің сол жаққа 3 цифрға жылжыса, бізде 0,1000-нан 315. Келесі 916,10-нан 3 көбейтілген 0,1000-нан 1, 10.000-нан 1. Енді бізде өтір қай жаққа жылжытамыз, және қанша цифрға? Көбейту барысында 0-дер бірдің сол жағында болса, сол жаққа, және қанша 0 бар? 4 0 бар. Ендеше 4 цифрға жылжытамыз. Мұнда 3-ақ цифр, мұнда 1 0 мен толықтырамыз. 0-дер беріп, сонда 0,100.000-нан 9163, 100.000-нан 9163. Келесі екінші есепке кеттік. Екінші есеп, мұнда көбейту, мұна есепті көрсетейін, және мұна есептерді көрсетейін. 0,10-нан 9 көбейтілген 100. Көбейту барысында 2 0 бар, және 0-дер бірдің оң жағында орналасқан. Ендеше 2 0 бар, өтір оңға қарай 2 цифр жылжыса, бізде 9 және 1 0 береміз, сонда 90. Келесі 873,10-нан 4 бөлінген 100. 100-ге бөлу барысында, мұнда оң жаққа жылжыды, бөлу барысында 0, оң жағында, бірақ сол қарай жылжиды өтір. Сонда 8,1000-нан 734. Келесі 246,10-нан 5 бөлінген 1000. 1000-ға бөлу барысында біздің 3 0 бар. Ендеше 0 оң жағында болса, өтіріміз сол жаққа жылжиды. Сонда бізде 0,1000-нан 2465 деген жауап шықты. Бұл екінші есеп бойынша. Үшінші есептерді қарастыратын болсақ, 24,100-ден 5,
24,5 бөлінген 1000. Мыңға бөлу барысында 3 нөл бар. Ол бірдің оң жағында. Бізге сол жаққа жылжу керек өтір. Ендеше мында 2 цифрға жылжығаннан кейін өтір бітіп қалады. Цифр бітіп қалады, онда нөлдер беріп толықтырамыз. Онда 0 бүтін 0 және 2405. Яғни бұның оқылуы 0 бүтін 100 мыңнан 2405 деген. 3,6 көбейтілген 1000. Мыңда көбейту барысында нөлдер бірдің қай жағында болса, сол жаққа жылжиды түрге көбейтінді. Сонда 3 нөл бар, ендеше 3 цифр 10-ға жылжытамыз. Яғни 306 және 2 цифр жылжығаннан бізде бітіп қалды. Онда цифр бітіп қалған жағдайда не істейміз? 0 беріп тіркейміз. Сонда 3060. 0 бүтін 10 мыңнан 7831 көбейтілген 1000. Көбейту барысында білесіздер, қанша 0 болса, және ол бірдің қай жағында орналасса, бірдің оң жағында орналасқан нөлдер болса, көбейту барысында түрде оң жаққа жылжиды. Сонша цифрға. Яғни 783 бүтін болады. 783 бүтін 1. Келесі есепке кеттік. Қалдырып кеткен есептерді көп қалдырып. Мына есеп қана қалды. Қалғаны сіздерді осы есеп қана қалды. Сіз шығарыңыз. Және бұны бірнеше рет қайталап көріңіз, түсінесіз, үйренесіз деп ойлаймын. Шамаларды өрнектеңдер дейді. Метрмен, километрмен, километрді метрмен өрнектеңдер дейді. Екінші есепте килограммды граммен өрнектеңдер дейді. Ендеше кеттік. Бірінші есеп бойынша барлығы километрмен берілген. Километрді метрге айналдыру үшін не істеуші едік? 1 километрде 1000 метр бар, Біз 1 километрді 1000 метрге айналдыру үшін не істедік? Метрге айналдыру үшін 1-ді 1000-ға көбейттік, сонда 1000 метр. Сонда біз әрбір километрмен берілген өрнектерді метрге айналдыру үшін 1000-ға көбейтеміз. Кеттік, 2 бүтін 1000-нан 316 көбейтілген 1000. Сонда бұл километрге айналады. 1000-да 3 нөл бар, бұл 3 цифр 10-ға жылжиды, сонда 2316 метр. Келесі 0 бүтін 1000-нан 78 километрді метрге айналдыратын болсақ, 1000-ға көбейтеміз. 1000-ға көбейтсек, 3 цифр 10-ға қарай жылжыса, онда бізде 78 метр болады. Екінші есеп 0 бүтін 10-нан 7 килограммды граммға айналдыратын болсақ, не болады? 1 килограммда 1000 грамм бар бізде. 1 килограммда 1000 грамм бар. Ендеше 1000-ға көбейтеміз, 1000-ға көбейтетін болсақ, 0 бүтін 10-нан 7, яғни 3 цифр солға жылжыса, 10-ға қарай жылжыса 700 грамм болады. Келесі такс. 6 бүтін 1000-нан 803 килограммды граммға айналдыратын болсақ, 1000-ға көбейтеміз, 6 бүтін 1000-нан 803-ті 1000-ға көбейтеміз. Ол 3 нөл бар, онда 3 цифр 10-ға жылжиды. Сонда 6803 шығады. 6803 грамм. Қалған есептер сіздерге қалсын. Сандар қатарының заңдылықтарын тауып, келесі 2 мүшесін жазыңдар дейді. Қандай заңдылық орындалған? Қарайық, бірінші есепте. Такс. Оны үлкейтіп алайық. Қандай заңдылық орындалған? Келесі 2 мүшесін жазыңдар дейді. Мұнда байқасақ, не болды, Мұнда әрбір келесі өрнекке айналу үшін не істеп жатыр? 1-1 нөлден жойылып бара жатыр, Яғни
өтір қаншаға бері қарай бір цифрға жылжып жатыр. Міне мында да бір цифр жылжыды, мында да бір цифр жылжыды. Мында бұл бір цифр өтір және бұл бөлу екенін байқауға болады. Қаншаға бөліп жатыр бірақ, 10-ға бөліп жатқан байқауға болады. Өйткені қараңыз, 0 1-дің оң жағында орналасқан. Такс, жоқ, керісінше, кешіріңіздер. 0,10-нан 1-ге бөліп жатыр. Өтір 10-ға қарай жылжып келе жатыр. 3-ге жақындап келе жатыр, бұл 10-ға қарай жылжып келе жатыр. Және қанша цифрдан жылжып жатыр, бір цифрдан. Онда бізде 0,10-нан 1 деген сөз. 0,10-нан 1-ге бөліп жатыр мынаның барлығын. 0,10-нан 1-ге бөліп жатыр, Сонда мында да бөлетін болсақ, мына цифрымыз 3, келесі цифрымыз 30 болады. Мында өтіріміз мында жылжиды, сонда 3 болады. Одан кейін 3-тен кейін цифр берсек, 0 береміз, мында 30 болады. 815, 81,5, 8,115, 0,1000-нан 815 дейді. Бұнда не істеп жатыр, Так, мында бірінші есепте тағы бір айта кететін нәрсе, 0,10-нан 1-ге бөлініп жатыр, немесе 10-ға көбейтіліп жатыр деп айтуға болады. 10-ға көбейтіліп жатыр. Барлығы келесі есеп табу үшін, келесі санды табу үшін әрқайсысын 10-ға көбейтіп жатыр деп болады, немесе 0,10-нан 1-ге бөліп жатыр. Осындай заңдылық бірінші есептерде, Екінші жағдайда 815, 81,5, 8,115, 0,1000-нан 815. Өтір керісінше не істеп жатыр? Солға қарай жылжып бара жатыр. Онда бұл не істеуі мүмкін? 10-ға бөлуі мүмкін. 10-ға бөлуі мүмкін. 10-ға бөліп жатыр. Немесе 0,10-нан 1-ге көбейтіп жатыр. 0,10-нан 1-ге көбейтіп жатыр. Сонда біздің келесі есептеріміз қанша болады? 0,1000-нан 815, енді мында 0,1000-нан 815. Келесі 0,100,000-нан 815. Так, мында 10,000-нан 815. Мында 100,000-нан 815. Бұл екінші есеп бойынша, Енді үшінші есепке қарай 9816,7. Мында 981. Өтір не істеді? Бір цифр солға қарай секірді. Бұл солға секіру не? 0,10-нан 1-ге көбейтумен бірдей, немесе 10-ға бөлумен бірдей. 10-ға бөлумен бірдей. 0,10-нан 1 көбейту 0,10-нан 1 немесе 10-ға бөлу. 0,10-нан 1-ге көбейту немесе 10-ға бөлу. 0,10-нан 1-ге көбейту немесе 10-ға бөлумен орындалып жатыр барлығы. Сонда мында 0,100,000-нан 98,167. Келесі 0,100,000-нан 98,167 деген есептер шықты. Барлығын шығарып көрсеттім, себебі көп оқушыларға қиындық тудыратын есептер. Келесі есепке кеттік. Ауданы 100 гектар мақта егілген жерден 2870 центнер мақта өнім алынды. 10 гектар жерден неше центнер мақта өнімі алынды дейді. Не істеуге болады? Не істейміз? Жалпы 100 гектар жерден 2870 центнер мақта өнім алынса, 10 гектар жерден неше центнер? Яғни 100-ге бөліп 10-ға көбейту. Бұл бірден 10-ға бөле салу деген сөз. 2870 центнерді не істейміз? Бұл 100 гектардан шыққан. 100 гектардан шыққан. Біз 1 гектардан гектардан қанша шыққан тауып алуымыз керек? Онда бұны не істейміз? Біз 100-ге бөлеміз.
Сонда 1 гектардан шығатын тауып аламыз. 1 гектардан қанша шыққанын. 2870-ті 100-ге бөлу дегеніміз не? 2 цифр солға қарай отырып жылжыту. Сонда 28,7 центнер алынған әр 1 гектардан. Мынау қанша? 1 гектардан осынша мақта өнім алынды. Ал бізге 10 гектардан қанша өнім алынды дейді. Онда 28,7-ні не істейміз? 10-ға көбейтеміз. 10-ға көбейтетін болсақ, 1 үтір 10-ға қарай жылжиды. Сонда 287 центнер өнім алынған. Бұл 10 гектардан, е? Есептің жауабы 287 центнер. Келесі есеп. 10 тонна қант қызылшасынан 1,6 тонна қант алынады. 100 тонна қант қызылшасынан неше тонна қант алынады дейді. 10 тоннадан 1,6 тонна қант алынады. 100 тонна қант қызылшасынан неше тонна қант алынады дейді. Ендеше не істейміз? 1,6 тоннаны не істейміз? 100-ге көбейтеміз де 10-ға бөлеміз. Немесе не істеуге болады? 100-ді 10-ға бөліп тастаймыз. 100-ді 10-ға бөліп тастаймыз. Сонда 10 қалады. Яғни 1,6-ны 10-ға көбейтеміз. Сонда бізде 16 тонна қант қызылшасы алынады. Келесі есепке кеттік. Яғни 100 тонна қант қызылшасынан 16 тонна қант алынады деген сөз ғой. Келесі есеп. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Бірінші есеп. 8,8 А дейді. А-ның мәні 0,1 болса, бірден көбейте берейін, мұнда көбейту ғой. Яғни 8,8 көбейтілген 0,1 қосылған 25-тен 3. 8,8 0,1-ге көбейтсек, 0 бірдің сол жағында, және 1 0 бар. Онда бір цифр жылжиды солға қарай. Сонда бізде 0,188 қосылған 25-тен 3-ті де 10-дық бөлшекке айналдырып жіберетін болсақ, қанша? Алымында бөлімінде 4-ке көбейтеміз. Сонда 100-ден 12. Яғни 0,112-ні қосатын болсақ, 0,188-ге бұл қанша шығады бізде? 1 бүтін шығады. Келесі екінші есеп. 20-дан 7 қосылған 165 Б дейді. 165 көбейтілген Б-ның мәні бізде 0,1. Сонда 20-дан 7 қосылған 165 0,1-ге көбейтетін болсақ, 0 бірдің сол жағында және 2 0 бар. Сонда өтіріміз 2 цифр жылжыса 1,165 шығады. 1,165, так, 20-дан 7 қанша болады? Алымында бөлімді 5-ке көбейтсек, 0,135 қосылған 1,165. Бұл бізде 2 шығады, 35-ке 65-ті қоссақ 100, ол 0, 1 мына жаққа береміз, сонда 2 бүтін болады. Келесі үшінші есеп. Үшінші есеп 0,1000 2 А дейді. А-ның мәні бізде 1000-ға тең, яғни көбейту 1000. Азайтылған 4-тен 3 дейді. Көрейік. 1000-да 3 0 бар, онда 3 цифр 10-ға жылжиды тұрмыз. Сонда 2 бүтін азайтылған 4-тен 3. Мұнында қалай азайтамыз? Ортақ бөлім 4, мұнан бөлімінде 1 деген бөлшек, бұрыс бөлшек. 4-ті 1-ге бөлсек, толықтауыш көбейткіш 4-тен, 4-ті 4-ге бөлсек 1-ден, 4 2-міз 8, 8-ден 3-ті азайтсам, 4-тен 5, яғни бұл 1,4-тен 1 деген араластан шықты. Немесе ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, ондық бөлшек түрінде
1,25. Келесі төртінші есеп. 5-тен 4 азайтылған 0,3 көбейтілген b-ның мәні бізде 100 дейді. Сонда 5-тен 4 азайтылған, мұнда үтір оңға қарай жылжиды, сонда 0,3. Бұл біреу жай бөлшек, біреу ондық бөлшек. 5-тен 4-ті ондық бөлшектерінде жазатын болсақ, 0,8 азайтылған 0,3. 0,8-ден 0,3-ті азайтатын болсақ, 0,5 қалады. Жалпы есеп осы. Келесі есепке кеттік. Теңдеуді шешіңдер дейді. Келесі есеп. Кеттік. Бірінші есеп. 10x тең 5,8 қосылған 3,5-тен 2 дейді. Бірден ондық бөлшек түрінде жазып алатын болсақ, 3,4. Сонда бұл 10x тең 5,8-ге 3,4 қосатын болсақ, 2, бір ойда 5-ке 8 3 8, ойдағымен 9,2. Бұнда не істейміз? 10 көбейткіш белгісіз, ендеше 10-ға бөлеміз 9,2-ні. 9,2-ні 10-ға бөлетін болсақ, x-іміз неге тең? 0, бірдің оң жағында, мұнда керісінше сол жаққа жылжиды отыр, сонда бізде 0,192. Екінші есеп 100x тең 28,2-ден 1. Бұл бірден ондық бөлшек түрінде жазайық. 28,5 азайтылған 3,7. Сонда 100x тең 5-тен 7 азайтылмайды, 1 береміз. 15-тен 7-ні азайтсақ 8, үтірін астына үтір. Сонда 27-тен 3 алатын болсақ 24,8. Сонда x 24,8-ді не істейміз? 100-ге бөлеміз. Көбейткіш белгісіз. Болған жағдайда бөлеміз, белгілі көбейткішке. Сонда 2,0 бар. Бұл бірдің оң жағында бөлу барысында керісінше солға жылжиды. Сонда 2 цифрға солға жылжытсақ, біздің x-іміз 0,248-ге тең екен. Келесі үшінші есеп. X көбейтілген 0,100-ден 1 тең 0,181 мен 0,9-ды қосатын болсақ, 0,1819 болады. Енді көбейткіш белгісіз, яғни белгісіз көбейткіш табу үшін коэффициентке не істейміз? Көбейтіндіні бөлеміз. 0,1819-ды бөлеміз 0,100-ден 1-ге. Сонда біздің x-іміз неге тең? Бөлу барысында 0-дер 1-дің сол жағында болса, керісінше өтір оңға қарай жылжиды. 2 цифрға оңға жылжыса, x-іміз 81,9-ға тең екен. Келесі төртінші есеп. X көбейтілген 0,1 тең 2,149-дан 1,234 алатын болсақ. Естеріңізде деп ойлаймын. Мұнан барлығын қосу азайту естеріңізде болғандықтан мен ойша есептеп көрсетіп жатырмын. 2,149-дан азайтамыз 1,234-ті. 9-дан 4 аламыз 5, 4-тен 3 аламыз 1. 1-ден 2 алынбайды, онда мұнда 9, мұнда 0 бүтін қалады. 0,915 дейді. Енді көбейткіш белгісіз, онда белгісіз көбейткішті табу үшін белгілі көбейткішке көбейтіндіні бөлеміз. 0,915 бөлінген 0,1. Онда x-іміз неге тең? 3 нөлдарымыз 1-дің сол жағында орналасқан. Ендеше керісінше оңға қарай жылжытамыз. 3 цифр, онда бізде
915 деген шығады есептің жауабы. Келесі есепке кеттік. Келесі 4-13 суретте А, В, С және Д қалалары аралықтарындағы жолдар кескінделген. Мына көрсетілген стрелкалардың барлығы жолдар. А қаласынан С қаласына жетудің неше тәсілі бар дейді. Яғни мына А қаласынан С қаласына жетудің неше тәсілі бар. Бірінші В қаласы арқылы көрейік қанша тәсіл бар. А қаласынан С қаласына жетудің В арқылы қанша жолы бар. В арқылы қанша жол бар. Яғни бізде А қаласынан В қаласына жету үшін екі жол бар. Екі жол. Енді ол әр екі жолдың, мысалы, мына жол арқылы баратын болсам, бірінші. Мынау екі жол бір. Мына бір жол арқылы, бірінші жолмен барсам В қаласына, одан кейін ол жолдан 2-3 түрлі жол бар. Мына екінші жол арқылы барсам да 3 түрлі жол бар. Онда 2 мен 3 не істейміз? Көбейтеміз. Онда бізде 6 жол бар. А қаласынан В арқылы баруға болатын 6 жол бар. 6 тәсіл бар. Енді бізге Д қаласы арқылы А-дан С-ға Д арқылы қанша бар? Яғни А-дан Д-ға жету үшін бізге 4 жол бар. Одан кейін Д-дан С-ға жету үшін 2 түрлі жол бар. Мұнда 1, 2, 3, 4 жол. Мұнда 1, 2. Не істейміз? 4 пен 2-ні көбейтеміз. 8. Енді барлық жолды қосыламыз. Сонда 6, 8, 14. Яғни 14 түрлі тәсіл бар. Әр түрлі 14. Қайталанбайтын. Сонда келесі есепке кеттік. Жауабы 14 бұл есепте. Келесі есеп 100-ге бөліп 1000-ға көбейт дейді. Бірінші есеп кеттік. 4,7-ні бірінші 100-ге бөліп, одан кейін 1000-ға көбейт. Бұл деген не деген сөз? Бірден бөлшек түрінде жазатын болсақ, 4,7 бөлінген 100 көбейтілген 1000. Яғни қысқартамыз. 100 бен 1000 сонда 10-ға көбейту. 4,7-ні 10-ға көбейт деген өтір бір цифр 10-ға жылжытсақ 47. Оңай. Мыналарды біз бірінші 100-ге бөліп 1000-ға көбейтіп жатпайық, бірден қысқартатындарын орындап алсақ. Екінші есеп 0,196-ны 100-ге көбейтіп 10-ға бөл. 0,196-ны 100-ге көбейтеміз, 10-ға бөлеміз. Қысқартатын болсақ 10-ға көбейту. 0,196-ны 10-ға көбейтсек қанша? 9,6. Үшінші есепте 2,6 бөлінген 10 көбейтілген 100. 100 бен 10 қысқарады, сонда 10 қалады. 2,6-ны 10-ға көбейтсек 26. Төртінші есеп 5,218-ді 100-ден 1-ге бөліп 1000-нан 1-ге көбейт дейді. Бұл қалай орындалады дейсіздер. 0,100-ден 1-ге бөл деген не деген сөз? Енді бұнда алдыңғы әдістер тиімсіз. 100-ден 1-ге бөліп 1000-нан 1-ге көбейтейік. Бірінші 100-ден 1-ге бөлетін болсақ, 0-дер 1-дің оң жағында, ендеше мынау керісінше былай жылжиды. Такс. Бұлай жылжитын болса 521,8 521,8 521,8 шығады. 521,8 Мұнда керісінше не болады? 1000-нан 1-ге көбейтеміз, 1000-нан 1. Сонда мынау қайтадан 3 цифр солға қарай жылжайды. Сонда 0,10-нан 5218. Енді тағы бір нәрсені айта кетейін. Айта кететін нәрсе 0,100-ден 29
мында көбейту 0,1 дейді. 0,1-ге көбейту мен 100-ге бөлу бірдей амал негізі. Қараңыздар, 5-ті 100-ге, мысалы 0,1-ге көбейту мен 5-ті 100-ге бөлу бірдей амал. Қараңыз, 5-ті 100-ге бөлсек 0,105 шығады. Мында да қараңыз, өтір 2 цифр солға жылжыса 0,105 шығады. Екеуінен бірдей жауап. Сонда мында да мында не істейміз? Мынау 100-ге бөлумен бірдей, ендеше 100-ге бөлеміз. Алдыңғы қысқарту әдістеріне оңайлату үшін 100-ге бөлеміз. Ал мында 10 мыңнан 1-ге бөліп тұр. Бұл керісінше мыңға көбейтумен бірдей. Мыңға не істеумен көбейтумен бірдей. Так, мыңға емес, так, 10 мыңға екен ол. 10 мыңға. Сонда 0-дар қысқаратын болса, бұл 100-ге көбейтсек 29. Келесі 6-шы есепті басқа түспен жазайын. Шатаспас үшін 0,3-ті 0,1-мыңнан 1-ге бөл дегеніміз, бұл мыңға көбейтумен бірдей. 0,1-нан 1-ге көбейт дегеніміз 10-ға бөлумен бірдей. Мұнда қысқарса 100-ге көбейтеміз. 0,3-ті сонда бізде 30 деген жауап шығады. Жалпы келесі есепке кеттік. Қайталап көрсеңіз түсінесіз деп ойлаймын. 10 литр бензин 7 килограмм болса, 100 литр керосин 80 килограмм. 1 литр керосин 1 литр бензиннен неше килограмм ауыр. Яғни бізде бұл 10 литр және 100 литр керосиндердің салмағы берілген. Ал біз олардың 1 литрларын табуымыз керек. 1 литр бензин неше килограмм және 1 литр керосин неше килограмм екенін тауып алайық. Ол үшін біздің 10 литріміз 7 килограмм бензин болса, бензин 10 литріміз 7 килограмм болса, біздің 1 литріміз қанша килограмм? Онда біз 7-ні не істейміз? 10-ға бөлеміз. 7-ні 10-ға бөл деген сөз не? 0,7 деген сөз. Яғни 0,7 килограмм бензин. 1 литрде 0,7 килограмм бензин бар. Керосин, 100 литр керосиніміз 80 килограмм болса, бір литр керосиніміз қанша болады? 80-ді 100-ге бөлеміз. Сонда бұл 0,8 килограмм болады. Енді қанша ауыр екен табу үшін үлкеннен кішісін алып тастаймыз. 0,8-ден 0,7-ні азайтатын болсақ, 0,1 килограмм шығады. Яғни 0,1 килограмм ауыр. Келесі есепке кеттік. Келесі көлемі 10 см куб еменнің массасы 4 грамм. Еменнен дайындалған қыры 10 см кубтың массасын табыңдар. Яғни 10 см қыры 10 см болса, бұл 10-ның несі кубы. Формула естеріңізде болса, кубтың В тең А куб. Қырын өзін-өзін 3 көбейтеміз. Сонда 3 рет көбейтеміз. Бұл 10 көбейту 10 сантиметр куб. Сонда бізде 1000 сантиметр куб. Такс, 1000 сантиметр кубта неше грамм бар дейді. Бізде 10 сантиметр кубта 4 грамм болса, 1000 сантиметр кубта неше грамм бар. Ол үшін істейміз. 10 сантиметр куб, 1000 сантиметр куб болу үшін қанша есе өскен? 100 есе өскен. Оны қалай таптық? 1000-ды 10-ға бөлу арқылы. Яғни 100 есе өскен. Онда 4 граммда 100 есе өседі. Ол не? 4-ті 100-ге көбейтем 4 граммда. Сонда бұл 400 грамм болады. Қыры 10 сантиметр кубтың массасы 400 грамм болады. Келесі есепке кеттік. Берілген ондық бөлшектегі үтірді 10-ға қарай 2 таңбаға жылжытқанда, оның мәні 940,5-ке артады. Яғни берілген ондық бөлшекті 10-ға қарай 2 таңба жылжыт деген не деген сөз? 100-ге көбейт деген сөз. Өйткені 2 0 бар. 2 0 10-ға жылжытсаң, ол 1 0-дің оң жағында тұр деген сөз. Яғни 100-ге көбейткен кезде 940,5 болды. Берілген ондық бөлшек тап дейді. Біздің берілген ондық бөлшегіміз x
10 табу үшін 940,5-ті не істейміз? 100-ге бөлеміз. Сонда 9,405. Келесі есепке кеттік. Теңдеуді шешіңдер дейді. Кеттік. Бірінші есеп. 1,7, так, анау 3-ке бөлу. Бұны бұлай жазып алатын болсақ, 1,7 қосылған 0,1 x бөлінген 3 тең 2 деген сөз. Бұнда бізде не белгісіз? Жақшаның ішіндегі бөлінгіш белгісіз. Жақшаның ішінде көрінек, бұл бөлінгіш. Бөлінгіш белгісіз болған жағдайда бөлінгішті жазамыз. 1,7 қосылған 0,1 x тең болады. Бөлгішті бөліндіге көбейтеміз, яғни 2-ні не істейміз? 3-ке көбейтеміз. Онда 1,7 қосылған 0,1 x тең 6. Енді біз әлі x-қа жеткен жоқ, біз қосылғыш белгісіз 1,7-ге қандай санды қосқанда 6 шығады. Оны табу үшін 0,1 x бұл белгісіз қосылғыш. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындыдан не істейміз? Белгілі қосылғышты азайтамыз. Яғни 1,7-ні азайтамыз. Сонда 0,1 x тең 6-тан 1,7-ні азайтатын болсақ 4,3. Енді көбейткіш белгісіз x-қа жеттік. 4,3-ті 0,1-ге бөлеміз. Сонда бұл қанша болады? 43 болады. Келесі такс. 4 пен 5-ші есеп шығару жолы. Так, 4 пен 1-ші есептің шығару жолы бірдей. Бірінші есеп шығарып көрсеттім, 4-ті соған қарап шығарасыздар. Келесі такс. 3 пен 2 бірдей. Мен 3-ші есепті шығарып көрсетейін. Қалғаны сізге болсын. Одан кейін сіздерге қалтырған есептің жауабын беріп қоям. Сол жауап шығу керек. Соған жұмыс жасайсыз. 16,3 азайтылған 100x бөлінген 2 тең 5 дейді. Бұл деген бұдан шығады 16,3 азайтылған 100x тең 5-ті 2-ге көбейтем 10 болады. 16,3 азайтылған 100x тең болады 10. Енді 16,3-тен қандай санды азайтқанда 10 шығады. Оны табу үшін не істейміз? 100x, яғни сұрап отқан саным 16,3-тен 10-ды азайтамыз. Яғни нені? Азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Азайтқыш белгісіз болған жағдайда. Сонда 100x-міз 6,3-ге тең болады. Бұдан x тең 6,3-ті не істейміз? 100-ге бөлеміз. 100-ге бөл деген сөз түрді 10-ға қарай жылжыт деген сөз, яғни 6300. 6300 емес, 630. Цифр 10-ға қарай 2 цифр жылжиды. Келесі есепке кеттік. Екінші есеп қалтырып кеткен есептен жауабы 380 шығу керек. Төртінші есептен 0,104 шығу керек. Жалпы осымен видео сабағым аяқталды. Түсінбеген есептеріңіз болса бірнеше рет қайталап көріп жіберіңіз. Мүлдем түсінбесеңіз тағы айтам, тағы қайталайым, бірнеше рет қайталап көріңіз, тыңдаңыз, үйреніңіз, тоқтатып қойып өзіңіз шығарып көріңіз. Сол кезде үйренесіз деген сеніммен айта аламын. Рахмет.